Шланганы, зондты қай кезде нақты жұту керек? Тәбеттің төмендеуі, салмақтың жылдамдықпен түсуі, қара немесе қан аралас үлкен дәрет, бұл асқазаннан қан кетіп, үлкен дәрет арқылы шығып жатыр дегенді білдіреді. Үшінші белгісі қан түкіру. Егер сізде осы белгілер нақты байқалса, онда сіз эндоскопия шланга процесінен міндетті түрде өтуге тиіссіз. Ал егер осы белгілерсіз сіздің асқазаныңызда изжога, тамақтың ұзақ қорытылуы, тамақ сөлінің төмендеуі, тамақтан кейін ауырсыну сезімдері байқалса, эндоскопия шланг жұту процесіне асықпай, біздің кванттық бионазатор аппаратынан диагностиканы өту арқылы асқазаныңыздың жұмысшы функциясын 90% дәл анықтап алсаңыздар болады. Дұрыс анықтау бұл емнің жартысы. Кез келген адам жылына кем дегенде бір рет тексерістен өтуге тиіс. Толыққанды ақпарат алу үшін төмендегі WhatsApp нөмірге жазыңыз немесе хабарласыңыз, ұзақ созып жүре бермеңіз.